қымбат басқаратын мектептің атын үнемі естіп жүремін арқалықта жүрген кезінде. Ана жылдары осы біздің оқушылар лигасы дейді ғой, Жайдарманның. Осы біздің арқалықта болды. Сол кезде сол мектептің балалары осында келіп жүрді Жайдарманға. Жақсы ойнайды. Басқа да салалар бойынша осы мектептің аты дүркін шығады. Енді Рудныйды жақсы білеміз. Ол жер көбінесе басқа ұлттардың көбірек шоғырланған жері. Біздің қазақтар өте аз кездеседі. Сол Рудный қаласында қазақтың атын шығарып, қазақтың есін шығарып тұрған осы мектеп деп ойлаймын, өзім түсінемін. Сондықтан да бұл мектептің болашағы зор. Мынау сендер сияқты қазір көбінесе мынау өзге ұлттар көп шоғырланған жердегі қазақ мектептерінің өздерінде оқитын оқушылар қазақ тілінде сөйлей алмайды. Ондайлар көп. Аты ғана қазақшада, бірақ бітіріп шыққандар екі ортадағы дүбәра болып шығады. Сондықтан мынау сендер тек қазақ тілінде таза ғана сөйлеп қоймай, осындай журналистика, әдебиетке құштарлықтарың мені өте қуантып отыр. Сондықтан да теңіздің дәмін тамшысынан біл дейді ғой. Сол сияқты бұл мектептің оқушыларының, оларға білім беріп жатқан ұстаздардың деңгейін осы сендер үшеуіңе қарап білуге болады. Сондықтан да осылай мектептерің, сендер текке жүрген жоқсыңдар, мектептерінің атын шығарып жатсыңдар. Сендер арқылы жаңағы жұрт сендердің мектептерінің қандай жақсы мектеп екенін біледі. Сондықтан да осындай шәкірттері көп болсын, мектептің атын шығаратын шәкірттері, түлектері, осындай ұлтжанды, мемлекетшіл, мемлекетімізге жаны ашитын, ұлтқа жаны ашитын нағыз патриот жастарды тәрбиелеп жатқан мектептің әрқашанда жолы болсын, өсе берсін, өркендей берсін. Жалпы сол мектептің ғана емес, Рудныйдың жалпы Қостанай облысының, Қазақстанның атын шығаратын түлектері көбірек шыға берсін.